парақшаңыздың басты парақшасында тірі әйелдермен жұмыс істеймін деген не мағынаны білдіреді? Тірі әйелдерді тірілтемін деген сөз. Сонда Өлі әйелдердің бәрі әйел өліп па? деген бар. Ол қалай? Өлі әйел деген ол екі түрлі позицияға алып кетеді. Былай грубо айтамын ғой, құдайдың я байдың рөлін алып алатындар. Я еркек болып кететіндер, я болмаса барлығын қатты контрольда ұстап, өздерін тым жоғары өзіне тым жоғары жауапкершілік алып алады. Сосын не расслабляются. Еркек болып кетеді деген не мағынаны Еркек болып кетеді деген психикамен жұмыс жасаудың орнына қарым-қатынаста ер адамға көңілі толмайды да, бірақ сол ер адамның рөлін автоматын өзіне алып алады. Не разводқа бармайды, не ол қарым-қатынасты жөндемейді. Бұның шығу жолы тек мен өзім мынаны шешемін деп ответственностьті алып алады да. Таким образом, через год ол уже бақытсыз әйел өзін как мужик чувствует. Оған барлығына тек қана сонда әйел ғана жұмыс істеу керек па? Әйел ғана жұмыс істеу керек емес. Бірінші кімнің миында проблема бар деген ұғым түседі, сол адам жұмыс жасау керек. Менің ойымша бұл жаңа айтып отырғанда проблема тек қана әйелде емес, ер азаматта сияқты. Кез келген жерде. Менің ойымша әйелді еркек қылатын ер азамат секілді. Әрине, жауапкершілігі жоқ ер азамат, инфантильный поведение дейміз ғой, өздерін бала позицияда ұстайтын ер азамат кез келген әйелді ана қылып алады. Яғни ол жақта проблема екі жақта. Ана жағынан сонда махаббат алмаған ер азаматтар ма? Дәл солай. Дәл солай. Демек олар... Ол былай ғой, ана жақтан махаббат, әке жақтан жауапкершілікті өзіне сезінбеген ер азамат есейген кезде кез келген әйелді ана қылуға және өзі кез келген уақытта жауапкершіліксіз бала болуға дайын. Демек олардың... Оның да микропсихоанализ дейміз ғой бұны, оның да психикасымен жұмыс жасау керек.